Саламатсыздар ма? Бүгінгі видеода біз синхронды және асинхронды оқыту дегеніміз не? Синхронды және асинхронды білім беру құралдарын оқыту үрдісінде пайдалануды және оның қандай ресурстары бар және мүмкіндіктері қандай деген сұрақтарға жауап береміз. Және осы ұғымдарды қарастырмас бұрын сізбен бірге онлайн және офлайн ұғымдарын анықтайық. Онлайн бұл ағылшын тілінен аударғанда желіде дегенді білдіреді. Сондықтан интернет желісіндегі нақты уақыттағы интерактивті, диалогты, оперативті режимді онлайн деп айтамыз. Офлайн бұл ағылшын тілінен аударғанда желіден ажыратылған дегенді білдіреді. Бұл термин әдетте интернетке қатысы жоқ нәрселерге және онлайнға қарама-қарсы қолданылады. Ал енді бұның оқытуға не қатысы бар деген сұрақ туындайды. Егер сіз аудиторияда балаларды оқытсаңыз, білім беру қызметін ұйымдастырсаңыз, бұл офлайн оқыту деп аталады. Ал егер сіз қашықтықтан оқыту технологияларын қолдана отырып оқытуды ұйымдастырсаңыз және кеңістікте бөлек болсаңыз, яғни ара қашықтық болса, бұл онлайн оқытуға жатады. Асинхронды және синхронды онлайн және офлайн оқыту арасында қандай байланыстар бар деген сұрақ. Алдымен асинхронды және синхронды оқытудың анықтамасына келіп кетсек, бұл бөлу оқу үрдісінде қатысушылар арасында ақпарат алу мен жіберудің синхронизациясына негізделген. Синхронды оқыту дегеніміз нақты уақыт режимінде жүзеге асырылатын білім беру қызметіне қатысушылар арасында синхронды, яғни бір мезгілде өзара әрекеттесу, ақпаратты қабылдау және жіберу процесінде болатын оқыту. Мысалға, егер сіз балалар география сабағына 12-15-те аудиторияға келген болса, сіз және оларға нақты уақыт режимінде сабақ өткізсеңіз, бұл синхронды оқытуға жатады. Егер сіз сабақ кестеңіз бойынша қашықтықтан сабақ беретін болсаңыз, және ол Zoom платформасы немесе басқа соған ұқсас бағдарламалар арқылы болса, және топтағылармен тікелей нақты уақыт режимінде ақпарат алмасып сабақ өткізсеңіз, ол да синхронды оқытуға жатады. Және де синхронды оқыту өзара әрекеттесудің әртүрлі формаларын қамтиды. Біріншісі, ол білім алушылар ақпарат ала алады, онымен өз бетінше шағын немесе үлкен топтарда жұмыс істей алады. Оны басқа оқушылармен немесе мұғалімдермен талқылай алады. Мұғалім оқушылардың реакциясына бағалауға және олардың қажеттіліктерін түсінуге, оларға жауап беруге, сұрақтарға жауап беруге, топқа ыңғайлы жылдамдықты, яғни қарқынды орнатуға және тыңдаушының процеске қатысуын бақылауға және қажет болған жағдайда оның зейінін қайтаруға мүмкіндік алады. Келесі, бұл асинхронды оқыту. Асинхронды оқыту бұл мұғалім мен оқушы арасында байланыс уақытын кешігумен жүзеге асырылады. Бұл жерде ақпарат қабылдау немесе беру кешіктіріліп жүзеге асады. Мысалы, егер біз электрондық пошта арқылы хат жазсақ, адресаттың оны қашан алатынын білмейміз. Және де бала бізге тапсырманы жіберген болса, онда ол мұғалім бұл тапсырманы қашан алды және оны қалай бағалаған туралы тура нақты ақпарат дер кезінде ала алмайды. Білім беру қызметін ұйымдастырудың асинхронды принципі пәндерді, оқу жоспарын, кестені және білім алуды жалғастыруды таңдауға еркіндік беру арқылы негізделген. Және бұл форматта білім алушыға синхронды оқытумен салыстырған кезде оқушының өзіне жауапкершілік көбірек жүктеледі. Ал енді қандай формат тиімдірек, асинхронды немесе синхронды оқыту ма? Бұл сұрақтарға бір жақты жауап беру қиын. Курстың мақсаттары мен міндеттерін, оқушылардың ерекшеліктерін және де пәннің мазмұнын ескеру қажет болады. Көптеген студенттер өз қарқынымен оқытуды ұнатады, бірақ тақырыпты талқылау, сұрақ қою, тапсырманың орындалуын нақтылау, өз қызметін бағалап алу үшін оларға әлі де бетпе-бет немесе онлайн кездесулер қажет болады. Осылайша нақты уақыт режимде білім алушылар белсендіріледі, түсінуге, мүмкіндігінше көп есте сақтауға, бәрін нақтылауға, қайта сұрауға және орындауға тырысады. Бұл формат әсіресе экстраверттерге ыңғайлы. Олар үшін оқытушымен және басқа оқушылармен тікелей қарым-қатынас орнату және жедел кері байланыс алу маңызды. Ал екінші жағынан басқа топ, мысалы қашықтықтан оқитындар, мүмкіндігі шектеулі оқушылар немесе интроверттерге асинхронды формат ыңғайлы. Олар өз бетінше жұмыс істеу, жазбаша жауап беру,
өздеріне ыңғайлы қарқынмен жұмыс істегенді ұнатқандықтан осы асинхронды формат ыңғайлырақ оларға. Келесі фактіні ескеру маңызды. Асинхронды форматтағы курстың финалына студенттердің көп пайызы жете бермейді. Себебі өзін-өзі бақылау, өзін-өзі ұйымдастыру және ынталандыру деңгейі төмен болуы мүмкін. Сондықтан зерттеушілер асинхронды және синхронды оқытуды аралас форматының тиімділігін атап өтеді. Мысалы, кейбір тақырыптарда асинхронды формат ыңғайлы болады. Мысалы, грамматиканы, теориялық материалдарды тыңдауды өткен кезде, ал сөйлеу дағдыларын дамыту үшін синхронды формат ыңғайлырақ және тиімдірек болады. Қашықтықтан білім беру технологиялары педагогтар мен білім алушылар үшін үлкен мүмкіндіктер берді. Асинхронды және синхронды оқытудың артықшылықтары мен кемшіліктеріне көшейік. Синхронды оқытудың мүмкіндіктері келесідей: оқушылар мұғаліммен, тьютормен және басқа білім алушылармен оңай байланыса алады. Синхронды оқытудың әлеуметтік сипатына байланысты топтық өзара әрекеттесуді ұйымдастыру, жедел байланыс алу, оқу үрдісіне қатысушылар арасында идеялар мен пікір алмасу, курстың мазмұнын нақтылау, тапсырмалардың дұрыс орындалуын қадағалау жатады. Бірақ синхронды оқытудың маңызды кемшіліктері бар. Олар келесідей: қол жеткізілген нәтижелердің деңгейі берілген ресурспен білім алушыларға емес, тек мұғалімнің кәсіби құзыреттілігіне байланысты. Яғни бұл жерде мұғалімге жауапкершілік тікелей артылады. Синхронды оқушылар белгілі бір уақытта онлайн режимде болу керек, сондықтан олардың оқу белгілі бір оқу кестесіне сәйкес келу керек. Нақты уақытта кейбір студенттер синхронды оқытудың топтық динамикасына байланысты оларға ерекше көңіл бөлінбейтінін сезуі мүмкін. Бұл әсіресе егер бала тақырыпты кейбір жерлерін түсінбеген кезде байқалады. Жеке психологиялық ерекшеліктері салдарынан барлық білім алушылар сұрақ қоя алмауы мүмкін және нақтылай алмауы мүмкін. Персоналды оқыту принципін жүзеге асырудың төмен дәрежесі осы форматта байқалады. Және синхронды оқытуда қандай ресурстарды қолданамыз дегенге жауап: вебинарлар, әлеуметтік желідегі тікелей эфирлер, мәтіндер, презентация бойынша бірлескен жұмыс, онлайн тақталар, онлайн дәріс, онлайн презентациялар, желілік онлайн кездесулер, чаттар жатады. Асинхронды оқытудың қандай мүмкіндіктері бар екенін қарастырайық. Ол үлкен икемділік, пәнді оқытудың соңғы мерзімі, бақылау және бағалау нысандары анықталады. Бірақ асинхронды білім алушылар өз қарқынымен дамиды және өз курсына кез келген уақытта, өз қалауы бойынша және кез келген жерде қол жеткізе алады. Қолжетімділік принципі олар уақыт белдеуіне немесе орналасқан жеріне, әл-ауқатына, көңіл күйіне қарамастан жүзеге асырылады. Материал туралы ойлануға, қайталауға, нақтылауға, яғни тереңірек зерттеуге, түсінуге көп уақыт болады. Білім алушылардың үлкен санын оқытумен қамту мүмкіндігі де бар. Асинхронды оқытуда қандай ресурстарды қолданамыз? Бұл электрондық почта, электрондық рассылкалар, электрондық курстар, жаппай ашық онлайн курстары, конференц байланыс жүйелері, электрондық тесттер, виртуалды оқыту жүйелері, интернет форумдар, вики, блогтар, подкаст, виртуалды ойын, қосымшалар, мессенджерлер, желілік қоймалар, электрондық күнделіктер және тағы басқаларын жатқызамыз. Ал енді асинхронды оқытудың қандай кемшіліктері бар деген сұраққа жауап: оқытушы мен нұсқаушымен шектеулі байланыс. Оқушылар оқушыға қол жеткізе алса да, асинхронды оқыту арқылы байланыс шектеулі болуы мүмкін. Сұрақтарға дереу жауап беру мүмкіндігі мүмкін емес. Мысалға, оқушыларға электрондық поштадан жауабын күту қажет болуы мүмкін. Келесі сол мотивацияның төмендеуі, оқытушылармен және басқа студенттермен өзара әрекеттесудің болмауы кейбір адамдардың өзін жалғыз сезінуіне әкеледі. Және басқаша айтқанда, бұл мотивацияның болмауына және курстарға қатыспауына әкелуі мүмкін. Курстың сәтсіз аяқтау қаупі өз-өзін бақылаудан өз-өзі реттеу төмен деңгей салдарынан болуы мүмкін. Асинхронды оқыту студенттерге бағытталған, сондықтан курстардың өту тақырыптары модульді, пәнді оқытуды сәтті аяқтау үшін өзін-өзі тәрбиелеу және зейінді қажет етеді.
осымен видео аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.